сол Дог. Дог. жай не кылды дос, не болуп калды? Кир кир Досым. ишке. Кир. Досым. Токтой тур, Мен асыкпа, не білмеймін. асыкпа, не болуп калды? Ке, үстүгө карай көтөрүлүк, жүр. Ке, Досым. отур жерге, отур. Досым. Токтой тур, сен таң атпай не болуп калды сен? Сончо жүгүрүп келипсиң. Сен той тур, мен сага чай, Досым. чай азырлап берейин. Досым, Сен уайымдама, шайды мен қойшы. азыр. Шайды қойшы, досым. Жок, Дос. макул, не болуп калды? Ал, айт. Қазір. Таң Шайды алып атпай- кесейін маған. Макул, казыр. Мен чай дайындай салайын. Дос. Дос. В общем, Көмегің керек қатты. эч нерсе жок бу үйдө. Міне чай, короче, сага. Дос. Ал, Короче. токтой тур, асыкпа. Сен ентигип не болду сага? Азан мен не болуп калды, айта бер. Не көрдің Түсінші, дос, мен біреуде қарызға ақша алғанмын. Аха, түсінікті. Я алдың. Не болды? Қарызға алып мен оны құртып жібердім. Сосын енді қайтармайсың ба қарызын? Сол қайтара алмайтындай қарыз алдым ғой мен. Жоқ, той тұр. Сен қарыз не үшін алдың? Негізі ойлағам, мен байып кетем ба деп ойлағам ғой. Я Ұтылып қалдым. Сен не казино ойнап жүрсің ба? Иә, мен ойлағам Барсадан Реал ұтады деп ойлағам ғой. Сөйтіп Барса 4-0 қылып ұтып таяқ жеймін ғой мен, короче, досым. Соға миллион теңгем жоғалады ғой. Жоқ, қанша миллион Қарыз теңге? қайтарамаймын енді. Қанша миллион теңге жоғалды? То есть қайтару керексің. Басында миллион тіккем. Кейін бірінші гол тығылды, екінші гол тығылды. Қой, бұл жол 3-2 қылып ұтады деп 10 миллион теңге жергем артына. Соның бәрі ұтылып қалдым мен. Сен жындысың ба сен? Менің үйімнің өзі 5 миллион теңге тұрады. Сен 10 миллионға қарыз қалып, сен не көрінді саған? Енді ол қарыз қалай қайтарамыз енді? Досым, білесің бе, ол қарыз маған 10 миллион теңге бере салмайды ғой ол адам. Сенің үйін тігіп жердім ғой мен. Сен қатырады екенсің ғой, неге менің үйімді келіп өзіңнің үйің тікпедің ба? Оны да тігіп жердің ба, немесе одан алдың? Онымен бірге 10 миллион теңге болды ғой, досым. Яғни қазір менен бөлек сені де іздеп жатыр. Енді екеуміз де кашаққа кіріп кеттік па? Солай болып тұр ғой енді. Білмеймін, бір бәле істеуіміз керек. Ақша табуымыз керек, не істейміз? Менің айлығым вообще жетпейді бұндайға. Не істесек болады екен, а? Не істесек болады? Білмеймін, не істейміз, айтсайшы. Не істерін білмей тұрмын. Сен енді... Ақылдысың бір өлі ойлап тұрсай. Енді олар бізді өлтіре ма, енді бізді ұстап алса, қарызды қайтара алмасақ? Енді оңайдан оңай беріп тұрған жоқпын ғой енді. 10 миллион теңге бекерден бекер алып алған жоқпын. Енді сен үйің тіктім, олар уверен болып тұр ғой, сен мен мені өлтіріп ала салатын үйді. Мына үйде туылғалы беріп тұрып жатыр, мына үйден айырылуға желание жоқ. Кеттік онда. Екеуміз бір жұмысқа тұруымыз керек, болмайды мына түріміз. Или Қандай ақылдысың я. жүр артынан. Енді не істесек болады? Қалай ақша табамыз енді? Қанша миллион дедің? 10 миллион ба? 10 миллион. 10 миллионды қайдан табамыз енді? Үйімді сатқанның өзінде қайтарамайын деп тұр ғой қарызды. Машинам ары кетсе машинам 700 мың тұрады, ол болмайды. Түп досым енді. Қапты қарсы терезесін. Байқамайсың мен, досым, сонша қарызға кіріп кету деген ол қалай ол? Не істейміз енді? Кеттік. Үйім көк түйінде тұрмайды, досым, мені бір бәле істеуіміз керек. Кеттік онда. Мен бір танысым бар, соған барып көреміз бе? Может, ол бізге бір жұмыс тауып берер, нормальный ақшаға. Сен қарызды қайтаруыңа қанша уақыт бар әлі? Бір апта болсын бар ма или? Бір ай ма? Енді мен кеше ғана ұтылдым. Білмеймін, әрі кетсе бір апта көп қой енді, бір аптаға жетер-жетпес шығар енді, нақтысы білмеймін. Бір аптада 10 миллион теңге табу деген, не істейміз, а? Түф, кеттік енді, не де болса кеттік енді. Ал, отыр машинаға. Отырдым, қасыңдамын, досым. Бір мәнісі болар енді. Не істесек болады? Кімге барамыз енді?
Петр назад жүріп Сен келші. досыңа барамыз. Bu şimdi ne istesek болады? Досым сен де қарап жүрмейсің бе? Реал ұтады деп ойладым ғой. 4-0 болатын ұтылатын кім білген? Вообще. Кім білген дейсің. Сен сол Реалға тіктің ба сен? Ya Real ұтылып қалды 4-0. Мбаппе ғой, мал ұтылып қалды. Мбаппе ұтылып қалды ғой. Әз енді. Ошым досым енді қиын болды ғой енді мә. Енді қайғырма енді, мақұл енді. Досым сен тігі жіберген ме? Bir мәнісі болар енді. Әрбір нәрсенің өзінің бір мәнісі болады ғой. Мына ауылда ешқандай танысың жоқ па еді мына ауылда? Ой, сенен басқа ешкіммен араласпаймын ғой досым. Мына көрші ауылды бір көріп шығайық кеттік. Мына көрші ауылда бір-екі адамдар тұрып жатса. Ес жауып жібере салайық. Бөбей. Есіктерді жаппайсың ба досым? Бөбей, есік қалай жауады? Кешір. Болды, жаптым. Мен өзімді дұрыс ұстай алмаған секілдімін. 10 миллион теңге ұтылғаннан кейін мен не істерімді білмей кішкене алжып жатқан секілдімін. Біреудің үйі ма? Досым, мен не істейміз енді, а? Біреудің үйі ғой. Мына батутты қаршы, батутты сатармыз, а? Досым, батутты саттық, біраз ақша табамыз. Танысым қалада тұрады, бірақ бұл ауылда ешқандай танысым жоқ бұлай. Кеттік, жүр көрейік, біреулерден сұрастырып болсын. Бір адамдар бар ма екен көрейік? Любой жұмыс бір аптада табу керек болып тұр. Ондай жұмыс бар ма өмірде негізі? Мына кітапхана ма не мынау? Ойбай. Қай жердесің досым, адастым. О, мынау кітапхана сияқты. Екінші этаждасың ба? Жоқ. Мінерге кірсек болатын енді негізі. Мынау біреудің үйі сияқты. Тыптан кете салайық бұл жерден. Мен мынау көшеден қайттан машинаға қарай келсей. Болды. Қазір машинаға келдім, мына жақтасың ба? В общем, мына ауылда ешқандай пайдасы жоқ сияқты мына ауылда. Біз дәл кетеміз ба, не істейміз? Мына үйде ешкім тұрмай ма екен? Болдырлап атқан секілді. Тақылдатып көрейік дейді. Тақылдатып көрейік деп болған, тақылдатып көрейік, біреу бар болып шығар. Че-то не болған? Бүкіл қала... Бәрі қалаға кетіп қалған ба жұмысқа? Кеттік онда бізді қалаға. Енді 10 миллион қарызы қайтару керек бір нәрсе. Отыра ғой. Кеттік бол. Ал кеттік. Қобалжып тұрғаным ай. Саржантыға дем алып алсай. Болды, уайымдама досым, болды. Ол қарызы бір нәрсе қайтаруымыз керек енді. Яқтарда ешкім тұрмайтын беді? Мына көшені жөндесе болады ғой бір ше. Осыдан бір әкім болып кетсек, осы жақтың бәрін бір торламасақ, әсіресе ауылымызды дамытсақ зор болар еді. Иә, бірақ мен әкім болмай-ақ қойын. Сен қалаға бір шет кеп тұрсың ба? Иә, сенмен бірге өстім ғой мен ауылда. Мен кішкентай кезімде келген, мына ғимараттарды қарасайшы. Өте керемет, ә? Кеттік. Ғимаратты айтсайшы. Досым, мынаны қарасай, мынаны қарасай, қаладағы машинаны қарасай. Кел, отыр. Отыр, басқа жаққа қарай барайық. Ол машинаның біреудікі болар, оған тиіспей-ақ қояйық. Бірақ ұрлап сатсақ та болады негіз машиналарды. Былай әдемі ой тастадың негіз. Қайға дейін өтеді дейсің? Мен жолдың енді жүру ережесін білмеймін енді, бірақ ауылда үйренгеніміз бар, енді сонымен жүріп көрейік енді. Опа! Шалқайып кетейін дедік қой. Көшелер немене? Қисық-қисық ма? Қазір кішкене газды басайық. Ауылда мәз емес секілді ғой. Вау, мына қала бірақ енді дөу екен, мойындау керек. Сен бір жерінде ұрып алған жоқсың ба? Жоқ, ешкімді ұрған жоқпын. Тек кішкене басым ауыртқан болмаса. Әлімжетті көрсеткен жоқ па? Болмаса мына больницаға кіріп емделіп алсаң болады. Жоқ. Тек 10 миллион теңгені қайтаруымыз керек болды. Миллионды қалай қайтарсақ болады? Бірақ таксист болып жұмыс істесек те болады бір жағынан. Бір аптаның ішінде 10 миллион жинай алмайтын секілдіміз.
Не істесек болады енді. Менің танысым айтпақшы осы бір шеттерде тұру керек, қазір іздеп көрейік енді. Ол қателеспесем бір жерде жұмыс істейтін еді. Осы мына магазиннің ішіне жұмыс істейтін секілді, осының ішіне кірейік. Мүмкін осының ішінде болып қалар, мына шетке қояйық машинаны. Ал түсейік, машинаны құлтайық. Еш жауып жүр. Жүрдім. Құлтадым. Кетікпе, супермаркет па мынау? Все, ашылмайды. Магазин. Кім, досым? Мына осы жерден серияны аяқтамасақ, что-то ұзақ болып кеткен секілді. Қалай ойлайсың? Аяқтаймыз ба онда, досым? Сөйтеміз бе? Ал, ендеше сіздерге осы видеоны аса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі жалғасы тезірек шыққан қаласаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер, өз ойларыңызды қалай ойлайсыздар, әрі қарай біз не істейміз, қалай қарыздан құтыламыз, біз не деген кәсәшниктерміз, достар. Қанеке, қолдап кетейік. Ендеше сіздермен болған мен Зеп және Байлы достар, және менің атым Дос. Ендеше сау болыңыздар. Сау болыңыздар, достар.